Ал сол сіз өзіңіз атаған ауруларға қосымша, мал ауруларына қосымша осы соңғы кезде арақ құмарлықты қайырады екен, арақ құмарлықты қойдырады екен, араққа салынып кету үшін маскүнемдікті тоқтатады екен дейді. Осы рас па? Оған қандай ем жасайсыз? Оған мына көп соңынан көбейіп кетті. Мына Апорниден көп келді, көп адамдар, Бейнеуден көп адам келіп отыр, Өзеннен көп адам келеді. Бәрі қойып кетті мобайлап. Бір жыл болған қойғандар, 2 жыл болған, 3 жыл болғандар бар. Қоям деп келушілер көп өтігінде. Ал соның бәрі өз ниетімен келсе, ықпалымен, ал мен осының қояйыншы деп, бұл кісілерге келген мына шөпті дәрісіп беремін. Сол дәрісі әрі суға түседі бағанаға, бір рет, сосын араны 4-ке бөлген шөптің мейтел 25 күн ішеді. Сосын 100 грамм араққа ден салып алдына қоям, 100 грамм суға ден салып алдына қоям, сосын суымен ұшықтайын, сосын арақты ішеді, артына банкі басам жауырынға, сосын өзі көреді, қасында жаңа сенімді адам болу керек, әйелі, не шешесі, не әкесі, не жолдасы сенімді болып келеді солармен. Сосын ол жігіт сол мәз болып кеткен, кейде келіп қайта ем алып кетеді, кейде алмай қайтып жоламай кетеді. Сонымен сөйтіп жиілеп кетті көп келушілер. Сауабы да ойлаймын, о да сауап қойын бір түрде. О да жақсы болатын шығар, көп пайда көрдік, жақсы болдық, тарам болып қалдық деп, балдарына келіп, тұмырақтарына келіп сөйтіп жатыр. Арақ жөнінде көп келіп тұр енді.